Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен Жолдасқали Досмұхамбетов атындағы мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 11 сынып оқушысы Қуаныш Саян. Менің бүгінгі ғылыми жобамның тақырыбы тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет өкілдерінің шығармаларында қолданылған мағыналас фразеологизмдер болып табылады. Зерттеу жұмысының тақырыбы тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет өкілдерінің шығармаларында қолданылған мағыналас фразеологизмдер. Зерттеу жұмысының мақсаты тәуелсіздік жылдарындағы әдебиет өкілдерінің шығармашылығына бойлай отырып, ондағы мағыналас фразеологизмдерді зерттелу аясын зерделеу, келешек ұрпаққа берер тағылымын бағамдау және фразеологизмдердің грамматикалық сипатын кеңінен саралау. Жұмысты зерттеу әдістері. Жұмыста талдау әдісі арқылы фразеологизмдер тұлғалық жағынан талданып, олардың құрамдық бөліктері сараланады. Семантикалық талдау әдісін пайдалану нәтижесінде тұрақты тіркестер мағыналық топтарға жіктеледі. Сонымен қатар зерттеу барысында жүйелі топтау әдістерін кеңінен қолданады. Сөз тіркесі құрамы тұрақты болмайды, яғни сөздердің орнын ауыстыруға болады, мағына тұтастығын сақтайды. Ал тұрақты сөз тіркесі құрамы тұрақты, құрамын өзгертуге басқа сөздермен ауыстыруға болмайды, мағына тұтастығын сақтайды. Мағыналас фразеологизм дегеніміз фразеологизмдердің бір-біріне мағына жағынан жуықтауы немесе сәйкес келуі. Ал ендеше мысал түрінде көрсететін болсам, адамдардың жағымды, жағымсыз қимыл іс-әрекеттері, ендеше сол немелер дегендеріне жетіп тынсын. Яғни табиғат құбылыстарына байланысты, ауа райына байланысты. Оған мысал айта кетсем, яғни мынау ми қайнатқан шілде ыстығының бейшара тас қалаушыға тап қылған тағы бір тәлкеті де тәйірі деп Әбіш Кекілбаев айтып кеткен болатын. Ғани Қалиев, Әсет Болғанбаев өз зерттеулерінде сөз таптарына байланысты, яғни қазақ тіліндегі фразеологизмдердің 4 негізгі топқа бөліп көрсетеді. Оның біріншісі етістік мағыналы фразеологизмдер, екіншісі заттық мағыналы фразеологизмдер, үшіншісі сындық мағыналы фразеологизмдер, ал төртіншісі үстеу мағыналы фразеологизмдер. Зерттеудің нәтижесі, яғни қорытынды. Фразеологизмдер бір кезеңнің, бір дәуірдің жемісі емес, ол көп уақыттың көрінісі. Қазіргі қазақ тіліндегі фразеологизмдерді баспа сөзде, көркем әдебиеттерде және халық ауыз әдебиетінде үлгілерінде көптеп кездеседі. Бізде, яғни фразеологизмдердің аясы өте кең. Алдағы уақытта фразеологизмдердің барлық сырын білуге, сөйлемдегі қасиетін толық ашуға тура келеді. Бұл салада осы лексикалық категория кең қолдау табатынына сеніміміз мол. Сіздермен болған Қуаныш Саян, көп рахмет.